Сәлем достар, Дарику каналына хош келдіңіздер. Бүгін эклер пирожныларын жасайтын боламын. Өте дәмді болып шығады. Классикалық рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер каналға тіркелмесеңіз, тіркеліп кетіңіз. Қараңыздар, қандай болып шықты. Эклердің ішінде қайнатпалы крем, яғни заварной крем. Оны да жасайтын боламыз. Өте керемет болып шығады, жасап көріңіздер. Барлық керек ингредиенттер осы видеоның астында болады. Ең алдымен біз қамырын жасап алуымыз керек. Ол үшін май, жұмыртқа, ұн және су керек болады. Эмалированный ыдысқа майды салып, үстіне суды құямыз. Оның үстіне тұзды салып, отқа қоюымыз керек. Осылай араластырып отырып, майды ерітіп аламыз. Су қайнай басталған кезде үстіне ұнды салып, жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз осылай қоюланып, қамыр болып шығады. Баяу отқа қойып, осылай араластыруымыз керек. Қамырдың түбі осылай ыдысқа жабыса басталған кезде қамырымыз дайын болды деген сөз. Енді оны оттан алып, аздап суытып алуымыз керек. Қамыр суыған кезде жұмыртқаны бір-бірден салып отырып, миксермен араластырамыз. Осылай бір-бірден салып отырып араластырдым. Менде осылай қамыр шықты. Міне достар, осындай консистенцияда қамыр шығады. Қою қамыр. Енді қамырымызды осындай кондитерский мешок немесе жай ғана мешокқа салып, алуымыз керек. Енді оны пергамент төсеген противеньге осылай орнатып шығамыз. Эклердің формасын жасап. Менде осындай насадка бар, соның көмегімен жасадым. Насадка болмаса да, мешоктың ұшын кесіп құйса да болады, әрине. Енді эклерлерді 200 градусқа 20 минут пісіріп алуымыз керек. Одан кейін 180 градусқа азайтып, тағы да 20 минут пісіріп алыңыздар. Міне достар, пісіп шықты. Осылай қызарып, үлкейіп піседі. Беті қатты. Осындай көлемде болды. Енді біз қайнатпалы заварной кремімізді жасап алуымыз керек. Ол үшін крахмал, жұмыртқа, қант, ванильный қант, май және сүт керек болады. Алдымен осы ыдысқа жұмыртқаны салып, қантпен қосып, жақсылап араластырып аламын. Оның үстіне крахмалды саламын. Оның үстіне ванильді қантты салып, жақсылап араластыру керек. Енді сүтті құямын. Енді осы массаны баяу отқа қойып, араластырып отырып, қоюланғанша пісіріп алуымыз керек. Міне достар, менде қайнады, пісті. Осылай қою болып шығады. Енді осы кремді бетін пленкамен осылай контактке жауып, біраз уақытқа қойып қоямыз, суығанша.
Енді біз сары майды, жұп-жұмсақ сары майды миксермен жақсылап араластыруымыз керек. Біздің сары май аздап ағарып, көлемінде үлкейеді. Сол кезде кремімізді қосып отырып, осылай араластырамыз. Екі массамызда бір температурада болғаны дұрыс. Міне достар, креміміз дайын болды. Кремді 1 сағатқа холодильникке қойып қойсаңыздар болады. Аздап қоюланады. Енді біздің суып қалған эклерлеріміздің астынан осылай кішігірім тесік жасау керек. Осылай тесіктер жасап шығамыз. Енді осы эклерлерге біз кондитерский мешоктың көмегімен кремді осылай ішіне толтыруымыз керек. Барлығына осылай құйып шығамын. Барлығына толтырып шыққан соң, пирожныйларды холодильникке 2 сағатқа қойып қойыңыздар. Міне достар, пирожныйларымыз дайын болды. Қараңыздар, қандай болып шықты. Өте керемет. Енді мен оны үстінен осылай қант ұнтағын сеуіп, әсемдеп шығамын. Әрине, өз фантазияларыңыздай әсемдесеңіздер де болады. Шоколадпен, немесе креммен. Мен осылай қалдырдым. Міне. Ішінде осылай кремімен өте дәмді болып шықты. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.